Ал енді жаңа заманның тағы бір мәселесі. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы 2018 жылдан бастап іске асты. Сол уақыттан бері атаулы бағдарлама аясында жүйелі жұмыстар атқарылды десек, артық айтпаған боламыз. Мәселен, сол бағдарлама аясында жұмыс істеп жатқан іргелі ұйымдар көп болса, соның бірегейі Бәйтерек холдингі. Қысқа уақыт ішінде Бәйтерек холдингі және оның еншілес компаниялары бизнес үдерістерді автоматтандырып, клиенттерге көрсетілетін қызметтерді цифрландырыпты. Сәкен Сейітханұлы толықтырады. Бәйтерек холдингі карантин кезінде тұралаған тірлікті тіктеуге күш салып, халықтың тұрмысы мен бизнестің жұмысын жақсарту үшін нақты істерді қолға алды. Жалпы ішкі бизнес процестер туралы айтатын болсақ, келесі жылға холдингтің процестердің автоматтандыру деңгейі 100%-ға жететін болады. Қазіргі кезде Digital Бәйтерек портфолиосында холдинг пен оның еншілес ұйымдарының 33 автоматтандырылған қызметі мен 10 ақпараттық қызметі іске асырылды. Іске асқан қызметтерге жеке тоқталсақ, мәселен, Бәйтерек холдингіне қарасты даму қоры қазіргі күні кәсіпкерлерге электронды жүйеде көмек бере алады. Қалай дейсіз ғой? Мысалы, кәсіпкер екінші деңгейлі банкке тиісті құжаттарын жөнелтіп, қаржылай қолдау керектігін мәлімдейді. Банк келісім бергеннен кейін кәсіпкер даму қорынан көмек сұрап, электронды үкімет порталы арқылы өтінім жолдайды. Болды. Одан кейінгі жұмысты қор атқарады. Дәл осылай демеуге ие болған бизнесмендер көп десек, соның бірі Алмас Нұрғалиев. 14%. Банктың жылдық мөлшерлемесі 14% болса, соның жартысын даму қоры субсидиялайды. Яғни мен тек несиені 6% мөлшерлеме көлемінде төлеймін. Бұл өте ыңғайлы. Сонымен қатар банкке ешқандай кепілдік қоймадым. Маған даму қоры кепілдік берді. Осы кепілдікке және субсидияға қол жеткізу қиын болған жоқ. Барлық жұмысымды электронды жүйеде бітірдім. Электронды жүйе арқылы қазір тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен депозит аша аласыз. Елде карантин талаптары күшейіп тұрған уақытта 50 мыңнан аса депозит ашылса, соның бәрі бейне камерамен сөйлесу арқылы мүмкін болды. Дәл осылай Нұрсұлтан қаласының тұрғыны Дина Пазылова да шот ашқан. Мамандардың көмегінің арқасында ол үйден шықпай-ақ бар жұмысын бітіріпті. Тағы бір ыңғайлылығы, үйден шықпай, телефондағы қосымша арқылы өз шотыңызға ақша аудара беруге болады. Болашақта Дина Пазылова сатып алатын тұрғын үйге Қазақстан ипотекалық компаниясы бақылау жасайды. Тағы да қалай дейсіз ғой? Мәселен, Нұрлы жер ахуалдық орталығы еліміздегі қолжетімді баспаналарды бейне камера арқылы назарға алып, құрылыс барысы мен жұмыс кестесін есепке алады. Мы являемся финансовым оператором. Біз қаржылық оператор болғандықтан жергілікті атқарушы органдарды уақытылы қаржыландырудан бөлек сол қаржының игерілуін және тұрғын үй құрылысының жұмысын бақылаймыз. Мәселен, бір құрылыс нысанын жаңа технология бойынша зерттеп көрдік. Одан біз құрылыс барысындағы жұмысшылар санын және техника санын анықтадық. Бұның бәрі отандық ғалымдардың еңбегі деп айта аламын. Бұрынырақта даму қорына өтінім беру үшін бірнеше қағаз жинау керек болған. Ал тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен депозит ашу үшін кезек күтіп отыру қажет еді. Енді оның бәрі артта қалды. Бәйтерек холдингінің іске асырған цифрлық жүйесі халыққа қызметтерді ыңғайлы етіп берді. Бұл әрине жұмыстың соңы емес, алдағы уақытта жұртқа қолжетімді қызмет түрлері де арта беретін болады. Сәкен Сейітханұлы, Аманжол Байғазин, 7 күн. 7 күн бағдарламасының ұжымы бұл аптаны осылай қорытындылайды. Аман болыңыздар. Ұлттық санамыз жаңғырып, елдігіміз жасай берсін мәңгілік.